Баршаларыңызға қайырлы кеш, қалдарыңыз қалай, денсаулықтарыңыз қалай. Әне міне дегенше Алланың қалауымен 2 күндік супермарафонымыздың 2 сабағын бітіріп қойдық. Енді Алла қаласа 3-ші сабақ басталып жатыр. 3-ші сабақтың тақырыбы контент және де контент план жайлы болады. Яғни осы уақытқа дейін біз инстаграмымыздағы парақшамызды ол қалай болу керек, қалай жасау керек деген сияқтылардың барлығын анықтадық, және қандай сіздің оқырманыңыз, нысандағы аудиторияңыз кімдер болу керек екенін де анықтадық. Өзіңіздің нишаңызды таңдап, немесе сол нишаны анықтаумен жұмыс жасадық. Енді біз Алла қаласа сол оқырмандармен жұмыс жасауға дайындалуымыз керек. Яғни контентпен жұмыс жасаймыз және контент план құрамыз. Негізгі контент дегеніміз бұл жалпы контент деген нәрсе осы инстаграмға салынатын сіздің мәтініңіз болсын, сіздің жазатын постыңыз болсын, суретіңіз болсын салатын, немесе видеоңыз болсын, жалпы инстаграмға салатын барлық нәрсенің бәрі бұл сіздің контентіңіз болып табылады. Сондықтан осы сіз инстаграмда қолданатын посттағы сурет, видео, мәтін барлығы контентке саналады. Контенттің, яғни осы инстаграмға арналған 3 түрі бар. Бұл біріншісі ақпараттық, екіншісі ойын-сауықтық, үшіншісі сатылым контент түрлері бар. Бұл жерде ақпараттық контент план дегеніміз өзі аты айтып тұрғандай, яғни ақпарат беретін контент. Мысал ретінде айтатын болсақ, белгілі бір пост саласыз, ол жерде адамдарға ақпарат, белгілі бір нәрсені білдіретін нәрсе жазылған болса, немесе видео салсаңыз да сол видеоңыз белгілі бір нәрсе жайлы ақпарат беріп тұрса, яғни бұл сіздің ақпараттық контентіңіз болады. Яғни ақпараттық контент қандай болу керек? Контент бұл ақпарат берілетін болғандықтан аптаның басында жазылған дұрыс. Көбінесе мысалға аптаның соңғы жақтарында бұл бұрыннан келе жатқан адамның миында қалыптастырып қалған нәрсе, бұл ақпаратты адам аптаның басында жақсы қабылдайды. Ол мейлі жұмыс жасасын, немесе жұмыс жасамай просто так үйде отырсын, декреттегі ана мүлдем жұмыс жасап көрмеген адам болсын. Жалпы бұл уже адамның несіне сіңіп қалған нәрсе, миына сіңіп қалған нәрсе, бұл аптаның басында ақпараттың барлығын жақсы қабылдайды. Яғни уже қандай жағдай болса да, уже аптаның соңына байланысты адам шаршайды, миын тынықтырғысы келеді. Сондықтан сіздің берген ақпараттарыңызды дұрыстап қабылдай алмай қалуы мүмкін. Сондықтан міндетті түрде ақпараттық пост салып жатқан кезінде аптаның басы, яғни дүйсенбі, сейсенбі, сәрсенбі, бейсенбіге дейін салсаңыз болады. Одан кейін жұма, сенбі, жексенбі күндері басқа контенттерді салуға болады. Енді ақпараттық контент, жалпы осы 3 контент бар дедік қой: ақпараттық, ойын-сауықтық, сатылым деп. Осы 3 контентті 100% деп алатын болсақ, біз осы алдағы уақытта инстаграмда өзіміз пост жариялаған кезінде осы контентті 3 контентті бірге алып жүруіміз керек болады. Сондықтан осыны 100% деп аламыздағыны, ақпараттық контентіміз біздің 40-60%-ын қамтамасыз, 40-50%-ын қамтамасыз ету керек. 60% деп айтпай қойын, енді 40-50%-ды қамтамасыз ету керек 100%-дің. Өйткені сіздің парақшаңыз егер де белгілі бір пайдалы посттар болып, ақпарат беретін парақша болмайтын болса, ондай болса, оның ғұмыры ұзаққа бармайды. Яғни адамдар қазір қандай? Көбінесе белгілі бір адамнан пайда алу үшін, пайда көру үшін жазылады. Сондықтан міндетті түрде ақпараттық 40-50 болу керек. Бұны кәдімгідей дәу қылып жазып қоюларыңызға болады. Енді ақпараттық контент қандай посттардан тұрады? Бұл бірінші пайдалы ақпараттық посттардан тұрады. Бағанағы айтып жатқандардың барлығы, яғни пайдалы ақпараттық пост дегеніңіз, сіз адамға мысал ретінде айтатын болсақ,
мен өзімді айтайын, ана мен бала жайлы пост жазатын болсам, мен адамға пайда тигізетін, яғни мен баланың денесінде мысалға тікенек шығатын болатын болса, сол тікенек қалай шығады, ол неден пайда болады, ол қалай кетіруге болады деген сияқты адамдарға пайда келетін пост жазатын болсам, бұл уже пайдалы пост болып табылады. Ақпараттық контент дегеніміз өзі каждый нәрсені жеке мысалы мынау ақ, мынау қара деген сияқты былай түсін, түрін бәрін бейнелеп беретін нәрсенің барлығы бұл ақпараттық контент болады. Енді екіншісі репутациялық пост. Репутациялық посттарға жататын бұл мысалы ретінде айтатын болсақ, белгілі бір жобалар, сіз мысалға мен өзім Сабыржан Айриннің серіктесі болып табыламын, ол жерде белгілі бір киімдер бар, немесе осы қазіргі менің немді алайық, басқа салаға кетпей, қазіргі менің жүргізіп жатқан марафонымды алайық, сол жерде мысалға осы марафон арқылы сіздерге мен бірдеңені үйретіп, кішігірім болса да бір нәрсені, бір білімді алып шығып, сіздер соны пайдалану арқылы сіз белгілі бір жетістікке жетіп жатсаңыздар, сонда мен сіздердің проблемаларыңызды шешіп бердім, кішкене болса да, и сол проблеманы шешкені жайлы, оны мысал мынандай кісі осы менің марафоныма қатысу арқылы қазіргі таңда осындай нәрсені істеп жүр деген сияқты бір ақпарат беру арқылы, немесе өзіңнің сыйлы екеніңді көрсету, білдіру арқылы білдіретін посттардың барлығы бұл репутациялық пост болып табылады. Одан кейінгісі жаңалық және тренд. Әртүрлі жаңалықтар бар, трендтер бар қазіргі таңда, сол жаңалықтарды өзіңіздің бағытыңызға байланысты қылып алып келіп істеуге болады. Мысалы, мен белгілі бір жаңалықты осы марафонға байланысты, немесе өзімнің бағанағы компанияға байланысты, немесе өзіңіздің сетевойыңыздағы бір жаңалықтар жайлы айтуыңызға болады. Бізде осындай не жеңілдіктер болып жатыр деген сияқты, осындай осы зат бізде жаңадан неге келді деген сияқты, пайда болды деген сияқты, белгілі бір косметика болсын, сондай бір жаңалықтар, сондай трендтерді жазатын посттарыңызда ақпараттық постқа жатады. Тауар, қызмет сипаттамасын жазу. Бұл жерде тоже бағанағы МВИ-дің бір несін алсақ, продукциясын алсақ, ыдыс жуатын деп алайық, соны өзіңіз былай көрсету, сипаттамасын айту. Бұл сондай, бұның химикат қосылмаған, экологиялық таза, осылай жуылады деген сияқты нәрсені айту. Бұл яғни сіз сатып жатқан жоқсыз. Бұл жерде сіз оны сипаттама жасап отыру арқылы тауарыңызды айтып отыру. Бұл тоже ақпарат. Яғни ана тауарыңыз туралы сіз ақпарат беріп жатсыз. Сол тауар қызмет сипаттамасы осы контентке жатады, ақпараттық контентке. Одан кейін өзіңіз жайлы жазған, компания туралы жазған посттарыңыз, өнімнің жасалу тарихы, оның қайтып шыққаны, қалай пайда болғаны, немесе сіз белгілі бір, мен мысалы марафонды бастаған кезінде оны қайтып бастадым, ол ойыма қалай келді, бұл идея қалай пайда болды деген сияқты нәрселердің бәрі бұл компанияңыз жайлы, немесе өзіңіздің бір қызметіңіз жайлы тарихын жазу, немесе өзіңіз міндетті түрде мысалға көбінесе осы қандай да бір тауар болсын, қандай да бір іспен айналыссаңыз, соның артында тұрған өзіңіз жайлы да қысқаша бір ақпараттар болу керек. Өйткені қазіргі таңда біреуге сену деген қиын, біреудің затын просто так ала салу деген қиын. Өйткені қазіргі таңда не көп? Алдаулар көп. Мысалы, онлайн болғандықтан көп адамдар ақшасын бере салу деген қиын, қазіргі таңда. Сондықтан пост жазған кезінде, ең болмаған кезінде бір өзіңіз жайлы қысқаша бір артында сол заттың, немесе сол қызметтің артында кім тұрғаны жайлы қысқаша өзіңіз жайлы айту, бұл ақпараттық постқа жатады. Одан кейінгісі өнімге қатысты әртүрлі фишкалар мен құпиялар. Мысалы, бағанағы бір
тюрбан жайлы айтып едік қой. Мысалы тюрбанды алатын болсақ, оның неше түрлі фишкалары бар. Ол тюрбанды мүмкін бір тюрбаннан 2-3 түрлі тюрбан қылып жасап киюге болуы мүмкін. Мысалға бір жағын киіп, одан кейін аударып жіберсе екінші түрлі тюрбан болуы мүмкін, два в одном деген сияқты. Немесе оның құпиялары, мысалы осы тюрбанның мына жақ артқы жақ шетін айналдырып киетін болсаңыз, басқа үлгідегі тюрбан болады. Оның оң жақ шетіне брошка қоятын болсаңыз, мүлдем басқа тюрбан болады деген сияқты әртүрлі өніміңізге байланысты фишкалары мен құпияларды айтуға болады. Және де ерекшеліктер мен лайфхактар. Өзіңіздің осы тауарыңызға байланысты әртүрлі ерекшеліктерді, лайфхактарды айтып, жазып отырудың барлығы бұл ақпараттық контентке жатады. Бағанағындай айтып отқанындай, бұны миға қатты салмақ болмау үшін аптаның басында жазу міндетті. Сіздерге қайталап айтып жатырмын, сондықтан осы жерін ақпараттық контент 40-50% болу керек екен, және де ол аптаның басында болу керек екенін жақсылап тұрып, жазып, түртіп алыңыздар. Өйткені егер де сіз демалыс күні адам демалып жатқан кезінде сіз оған ақпарат беретін болсаңыз, ол адамға ұнамауы мүмкін. Оған қатты, мысалға, ол ойбай, мынау маған қатты әсер етті деген сияқты ой болмайды, оның ішкі миы сондай сигнал береді оған. Сондықтан ол сіздің уже парақшаңызды особо қатты ұнатпай қалуы мүмкін деген сияқты нәрселер болмау үшін солай болу керек. Екінші контент бұл ойын-сауықтық контент. Өздеріңіз түсініп отқандай, ойын-сауықтық дегеннен аты айтып тұрғандай, бұл контентке қызықты оқиғалар, ойындар, қазіргі таңда неше түрлі психологиялық тесттер бар, сауалнамалар, мысалға дауыс беру, мысалы мынандай дауыс беріңізші, бір нелерге салып жатады ғой, сториздеріне салып жатады, бір киім, мына киім деген сияқты, осының қайсы дұрыс деген сияқты неше түрлі дауыс берулер болады, немесе маған мына кісіге дауыс беру деген сияқты бір жарыстар деген сияқты, және де әртүрлі марафондар, эмоция сыйлайтын неше түрлі посттар, мысалы ретінде айтатын болсақ, мынандай нәрсені таңдасаңыз, мен сізге осының жауабын айтамын деген сияқты нәрселер болады. Немесе өзіңіздің мысалға бір ерекшелігіңізді жазып, осы ерекшеліктердің ішінде қайсы маған келеді деген сияқты, бұл осындай посттардың бәрі ойын-сауықтық посттар болады. Енді ойын-сауықтық посттар, осыларға мысалы конкурстарда неше түрлі конкурстар, ойындар болады, солардың барлығы кіреді. Бұл ойын-сауықтық пост негізі көбінесе қысқа мерзімді болады. Сондықтан егер де сіз белгілі бір блогер болғыңыз келетін болса, немесе кәдімгідей бір іспен айналысып, сол тауарыңызды өткізіп, сіздің мақсатыңыз сондай нәрсе болатын болса, тогда ойын-сауықтық посттарды, контентті өте көп қылмау керек. Яғни біз ойын-сауықтық контентке 20% ғана арнасақ жеткілікті. Өйткені ойын-сауықтық, мысалы вайнер дегендер қазір бар ғой, вайн түсіретіндер бар, неше түрлі. Соларды қарасаңыздар, ол адамға күлкі сыйлайтын, бір қысқа мерзімді эмоция сыйлайтын нәрсе. Сондықтан ол жерде олар тез подписчиктерді жинайды, но бірақ ол өмір сүру уақыты өте көп емес. Яғни оны қалай түсінуге болады? Оны мысалы адам көрді, деп күледі, мысалға, осындай, тура осындай ғой, мысалға кластастар жайлы бірдеңе болатын болса, все, осын қара деп кластасына жіберіп, мынау сен сияқты ғой деген сияқты әңгімелер болып, сол жерде қызық болады да, одан кейін все, ол қалып қалады. Яғни ол адамға қысқа мерзімде эмоция сыйлағанымен, ол арғарата бір бармайды. Адамға мысалы белгілі бір ақпарат беріп, пайда алып келетін нәрсе болмағандықтан, біз сатылым ойын-сауықтық пост контенттерді біз азғантай қылуымыз керек, яғни 20% контент жасасақ жеткілікті. Ойын-сауықтықты түсіндік. Енді үшіншісі сатылымдық пост. Мен сатылымдық контент, бұны соңғысында айтып жатырмын, өйткені неге біздің негізгі мақсатымыз бұл сатылымдық. Осы жерде отырғандардың барлығы кішкене болса да осы Инстаграм арқылы ақша табуды ойлап көздеп келіп отырған адамдар. Сондықтан блогер болғысы келіп отқан адамның да арғы жағында осы ақша табуды ойлап отыр. Сондықтан негізгісі бұл жерде біздікі сатылымдық контент. Сатылымдық контент дегеніміз қандай? Тоже бұның аты айтып отырғандай, сатылымдық контент дегеніміз біздің
белгілі бір тауарымызды сату, ұсыну, осыны хабарландыру, осындай мысалға марафон мынаншаншы 20 сентябрь күні марафон басталады, бүйтеміз, бұл марафонда сіздер осындай нәрсені аласыздар деген сияқты нәрселердің барлығы бұл сатылымдық контентке жатады. Енді бұл сатылымдық контентке біз осы 100%-дің 30-40%-ын ғана арнауымыз керек. Енді қараңыздар, біз мына жерде ақпараттық контентке көп пайыз беріп жатырмыз, және де ақпараттық контентті көп айтып жатырмыз. Өйткені қазіргі таңда мысал ретінде алатын болсақ, жаңағы тюрбан сататын адам просто так инстаграмын ашып, оған тек қана тюрбандарды сала беретін болса, тек қана онлайн жұмыс жасайтын адам болатын болса, тек тюрбанды салу арқылы адамды ұзақ подписчик жинап, ұзақ адамдарды ұстап отыра алмайды. Өйткені ол адамға постоянно бір күніге тюрбан ала бермейді ол адам. Яғни қазір ол күніге оны көру үшін ол ақпаратты өсіріп, сонымен қарай ары қарата дамып, парақшасын дамыту үшін, яғни ол адамға пайдасын алып келу керек. Тек қана тюрбанды сала беретін болса, адам қызығады, бірақ оған мүмкіндігі жетпеуі мүмкін, ақшасы жетпеуі мүмкін, немесе кейін таман алу керек деген сияқты болады. Сосын уже оның лентасын, өзінің инстаграмын ашып қалған кезінде лентасында бағанақ тюрбандар шыға берсін, онда болса ол адам тұрады, той дейді дағаны, ол адамнан отписка жасап кетеді, яғни ол парақшадан шығып кетеді деген сөз. Сондықтан сатылымдық пост болған дұрыс, но бірақ адам қазіргі таңда оған дайын емес. Ішкі миы, ішкі жан дүниесі оған дайын емес. Сондықтан біз сатылымдық постымызды сала отыра, қосымша біз сол өзіміздің бағытымызға, өзіміздің тауарымызға байланысты ақпаратта беріп отырмыз керек. Тек қана бір робот сияқты жұмыс жасамай, кәдімгідей осы затымыздың адамдарға пайдасы бар екенін білдіру үшін біз ол жайлы да ақпаратты ашып айтып беруіміз керек. Ол мейлі торт болсын, тортқа байланысты болсын, немесе ол белгілі бір сетевойға байланысты болсын, жалпы қандай бағытқа байланысты болса да бізде ақпараттық контентте болу керек, және де сатылым контенті де болу қажет. Енді сатылым контентін тоже бағанағы аптаның бас жақтарында беруіміз керек, өйткені адамға аптаның соңғы жақтарында ойбай мынаны ал дегенмен одан дымда пайда тимейді. Оны талай рет мен уже результат тәжірибе жүзінде көрдім. Мысалға қазіргі таңда өздеріңіз былай мысал ретінде алып қараңыздаршы, мен мысалға өзім күнделікті пост салып жүремін, рецепттерімді салам, бағанағы ана мен балаға байланысты посттарымды салам. Соларда кәдімгідей белсенділік болады да, сақтап алады, комментарий жазады, я дұрыс, менің балам осындай болған еді, оказывается осылай екен ғой, рахмет, анау-мынау, мысалы рецепт жақсы болды ғой, ертең не жасаймын деп отыр едім, осыны жасайтын болдым деген сияқты сақтап алып сөйтіп жатады, кәдімгідей белсенділікті жасап жатады. Ал именно мысалы мен марафонды жарнамалайыншы, супер марафон болады, келіңіздер сондай деген сияқты арнаған постымды салсам, вот ең төмен сол просмотр, ең төмен сол не болады, пост болады, сатылым постым, лайк жинаған, ең аз жинаған сатылым постым сол болады. Яғни қазіргі таңда ол сатылым постты адам ондай қатты қабылдай алмайды. Сондықтан аптаның басында милары свежий кезінде сатылым постын берген дұрыс. Сатылым постты түсіндіңіздер, мысалы бағанақ тюрбан велюрдан жасалынған түрі мынандай бағасы 4000 теңге, гүлді тюрбан деген сияқтылардың барлығы өздеріңіз киімге арналған бір нелерді, инстаграм парақшаларын білетін шығарсыздар. Сол жерде де мысалы ұзын көйлек, қара көйлек мынанша теңге дегендердің барлығы бұл сатылымдық пост болады. Және де әртүрлі акциялар жайлы жазылған пост, жеңілдіктер жайлы жазылған посттарда сатылымдық контентке жатады. Клиенттің пікірі, отзывтарды жинайды ғой, соларда сатылымдық фотосы, оның нәтижесі, мысалға арықтауы бар адамдар, мысалға арықтау клубы бар адам болсын, сондай арықтаумен айналысатын адам болсын, соның мысалға до и после деген суреттері бар нәрселердің барлығы бұл сатылымдық постқа жатады. Жарнамалар және де арнайы шаралар. Мысалға бағанағы мастер-класстар болады, немесе марафон болады деген сияқты шаралардың барлығы осы сатылымдық постқа кіреді. Енді
Бағаналы бері біз контент планды айтып жатырмыз. Контент план деп зар қақсап, ойбай ақпараттық пост бар, ақпараттық контент, мынандай ойын сауықтық, сатылымдық контент бар деп айтып жатырмыз, иә. Жалпы осы контент план не үшін қажет? Деп өздеріңіз бүйтіп кішкене миларыңызды жұмыс жасатып көріңіздер. Бұл контент план не үшін қажет? Контент план осы сіз алдағы уақытта өзіңіздің парақшаңызды жүргізу үшін, ол парақшаңыздың ғұмыры ұзақ болу үшін, яғни ұзақ уақыт дұрыстап жұмыс жасау үшін, жүріп келе жатып белгілі бір жерге келген кезінде тоқтап қалмау үшін, ары қарата ойбай мен не саламын, қандай нәрсе істеймін, қандай ақпарат беремін деп қиналмас үшін, белгілі бір жағдайларға байланысты бір жағдайлар болып, сіздің қолыңыз босамай жатқан кезінде не қылу, қалай айтуға болады, не істеріңізді білмей жатқан кезіңізде бұл контент план сізді құтқарады. Если сіздің контент планыңыз жоқ, контент плансыз жүретін адам болатын болсаңыз, ондай болса Инстаграм сізге қарап отпайды, ойбай анау ауылға кеткен екен, олардың үйінде той болып жатыр екен, немесе ол күнделікті торт пісіріп жатыр екен, қолы босамай жатыр ғой деген сияқты Инстаграм қарамайды ондайға. Сіз қалай уже бір күні қолыңыз босамай шықпай қалсаңыз, уже Инстаграмның охваты төмендеп кетеді, өте қатты тез төмендеп кетеді. Сондықтан міндетті түрде контент планмен жұмыс жасау керек. Яғни ол сіздің белсенділігіңізді арттырып отыру үшін қажет. Өзіңіз осы жұмыстан жалығып кетпеу үшін, яғни күнделікті миыңызды осымен ашытып, ойбай күнде мен бүгін не саламын деген сияқты миыңызға нагрузка түсірмеуіңіз үшін, сапа үшін, сапалы жүргізу үшін, сату үшін бір нәрсеңізді, мысалға кейбір кезде болады белгілі бір акциялар, иә, ол акциялар мысалға октябрь айында сізде мысалға 16-сы 17-сі күні акция болуы мүмкін, иә. Сол үшін сіз оны алдын ала пландап қойсаңыз, қай күндері мен акцияға жақындаған уақытта тура 16-сы 17-сі күні сіз ойбай бізде акция болып жатыр, давайте келіңіздер алыңыздар десеңіздер, ол кезінде адам дайын болмауы мүмкін. Сондықтан адамға сіз уже бір апта бұрын, ой бізде осындай 15-і 16-сы күні акция болады, келіңіздер көріңіздер деген сияқты, бір апта бұрын немесе 4-5 күн бұрын деген сияқты айтып, уже оларға хабарландыру бересіз. Яғни сіз соған дайын болуыңыз керек, тақалған кезінде істемеуіңіз керек. Оны сіз суббота, воскресеньеге тақалып қалуы мүмкін, сол уақытқа дейін істеп, уже адамның миын соған дайындауыңыз керек. Сол үшін қажет болады. Және де Б нүктесін ұмытпау үшін, бағанағы айтып отқанымдай, сіз мысалға белгілі бір мақсатпен бастадыңыз, мен так болды, мен фудблогер боламын деп бастадыңыздағына, сосын до конца не істейсіз? Фудблогер болып, сіз рецепттеріңізді шығарып, адамға жеке брендке танымал болып, осындай белгілі бір кішігірім сіздің мақсатыңыз бар. Мен осындайда 2 айдың ішінде фудблогер жақсы танымал боламын, мынанша подписчигім болады, и осы подписчигім арқылы мен кішкене болса да табыс көремін. Яғни айына мынанша табыс көретін боламын. Чисто тек қана осы Инстаграм арқылы деген сияқты ойыңыз болады. Яғни ол сіздің Б нүктеңіз, иә. Ол уже сіз сол Б нүктеңізді ұмытып қалмауыңыз үшін бұл керек. Және тайм менеджмент үшін. Тайм менеджмент дегеніміз бұл постыңызды салған кезінде қай уақытта салу керек, сіздің оқырмандарыңыз қай уақытта салғанды ұнатады, немесе қай уақытта сіздің постыңызды оқуы мүмкін, оны қай уақытта қабылдауы мүмкін деген сияқты нәрселерді алдын ала біліп отыру үшін қажет болады. Сондықтан егер де алдағы уақытта жақсылап ақша тапқыңыз келетін болса, жақсы алдыға қарата қимылдағыңыз келетін болса, онда сіз қалайсыз ба, қаламайсыз ба, сіз контент планмен жұмыс жасауыңыз қажет. Ол менің өзімнің тәжірибемнен өткен нәрсе. Яғни контент плансыз жүрген кезіммен контент планмен жүрген кезімді салыстыратын болсам, аспан мен жер, шыны керек. Өйткені контент плансыз жүрген кезінде ойлайтыным, күнде таңертеңгісін тұрамын да, бүгін мен пост салуым керек, не саламын, қайтып істеймін, қайсысын істеуге болады, деген сияқты ой болады. Ол нагрузка, жұмыс жасап жүріп, мен отырып ана постты жазуым керек еді, оған не жазамын, қайтып жазамын деген сияқты ойлармен адам уже нагрузка
нагрузка болады да, уже нагрузка болғаннан кейін уже адам шаршай бастайды, миына көп артық ақпараттарды алады дағына, сонымен өзі шаршап сосын тұрады, қош болды, істемеймін бұны деген сияқты уже инстаграмды тастап кетесің кәдімгідей. Ал оны инстаграмды сен 2-3 күн тастап кетіп, все болды, уже инстаграм жүрмей қалады. Сондықтан міндетті түрде контент планмен жұмыс жасаңыз. Тұрасыз дағына, ашасыз да контент планыңызды, так бүгін осындай деген сияқты істейсіз, дайын нәрсені алып постыңызды салып отырасыз. Енді контент план жайлы толық түсіне алмай жатсаңыздар, мен сіздерге алда Wordта сақталынған мен өзімнің контент планымды көрсететін болам. Сол контент планды көру арқылы сіз уже жалпы қандай болатынын түсінетін боласыз. Ал қазір енді контент планға сіз өзіңіздің инстаграм парақшаңызды, аккаунтыңызды дайындауыңыз керек. Оған қалай дайындаласыз? Яғни контент планға дайындық ол бірінші мақсатыңыз болу керек. Яғни осы жерден мен осы жерге дейін барамын. Мен мысал айтайын, осы Сабыржан Айрин компаниясынан осыншалықты ақша табамын, айына 150 мың теңге табуым керек деген сияқты мақсатыңыз болу керек. Немесе тортпен айналысатын адам болсаңыз, так мен осы айда минимально 10-15 заказ алуым керек, ол заказдардан мынанша ақша түсу керек деген сияқты өзіңіздің мақсатыңыз болады, алдыға қойған. Сол мақсатты біліп алуыңыз керек ең бірінші контент план құрмай жатып. Және де белсенділікті анықтау қажет. Белсенділікті анықтау дегеніміз, өзіңіздің парақшаңыздың белсенділігін анықтап аласыз. Қай уақытта, қандай, жалпы сіздің белсенділігіңіз, оқырмандарыңыздың белсенділігі қандай деген сияқты ақпараттарды аласыз, анықтап аласыз оны. Одан кейін барып сіз аналитика жасайсыз. Осы өзіңіздің неңізге, парақшаңызға аналитика жасайсыз, анализ жасайсыз, бір сөзбен айтқан кезінде. Ол анализ қалай? Мысалы, қай уақытта сіздің жалпы қай постыңыз неге көп қаралым болған? Мен сіздерге өткенде ақпаратты көрсеткен кезінде айтқан болатынмын. Менің мына постым өте қатты көп қаралған, мына посты мынандай деген сияқты. Яғни көп қаралымы бар. Қай тақырыпта адам көп ауқымды түрде қарайды. Сіздің оқырмандарыңыз қай тақырыпқа қатты қызығады, қайсын өте көп қызықпай қалды, көбісінде қайсы лайк көп басты, қайсында комментария көп деген сияқты нәрселерді аналитика жасау арқылы сіз өзіңіздің парақшаңыздың аналитикасын жасайсыз. Және де осы контент планға дайындалған кезінде, мысалы сізде қазір 100-200 оқырманыңыз бар болатын болса, сіздің видеоңызды 100-200 қаралымы пайда болатын болса, сіз алдыңғы уақытта мақсат құру арқылы, мысалы мен осыны 1000 бірдеңеге жеткізем, 10 мыңға жеткізем деген сияқты ойлайсыз. Енді бағанағы аналитиканы қалай жасайсыз? Қазіргі таңда неше түрлі программалар бар, бірақ ақылы бұлар. LiveTune деген, Picaton деген сияқты мен астыңғы жағына жазып қойдым. Осы бұлар енді ақылы түрде, бірақ осы арқылы сіз өзіңіздің парақшаңыздың аналитикасын көруіңізге болады. Яғни қай посттарыңыз көп қаралым бар, қайсы қандай екен деген сияқты. Егер де жаңадан бастап жатқан болатын болсаңыз, сәл күтіп, ең кішкене болса да өзіңіз посттар жазып, өзіңіздің бағытыңызға байланысты неше түрлі ақпараттық пост, сатылым пост деген сияқтыларды жазып, одан кейін барып, кейін 1-2-3 айдан кейін барып, постыңыз кәдімгідей көбейгеннен кейін аналитика жасатқаныңыз дұрыс болады. Өйткені жаңадан болғандықтан ол программалар жаңа парақшаға, пост аз парақшаларға анализ жасалынбайды. Одан кейін сіз өзіңізді конкуренттеріңізді, акулаларды қарау деп тұрмыз ғой. Бұл жерде сіздің конкурентіңіз бар, немесе белгілі бір инстаграмда жақсы бір деңгейге жеткен, керемет бір адамдардың барлығы соны сүйіп оқитын, барлығы атын айтса уже жеке бренд болып қалыптасқан аккаунттар бар, яғни блогерлер бар, немесе өзіңіздің парақшаңызға байланысты блогерлер бар. Мен кеше сіздерден сұрадым ғой, осындай 5 адамды жазыңыздар, кімді
көп қарайсыз, кімді осылай осы кімнің парақшасы ұнайды соларды жазыңыздар деп, иә, оны бекер жазғызған жоқпын. Өйткені яғни сіз сол адамдарға кішкене болса да қызығып, сол адамдардан белгілі бір өзіңізге идея алғыңыз келеді, үлгі аласыз, содан бір неңізді жөндейсіз, соған қарай арқылы сіз жөнделесіз, иә, немесе өзіңізге соны қарау арқылы мотивация аласыз, иә. Яғни сіз сондай бір акулаларды қарау арқылы өзіңізге анализ контент планыңызды дайындауыңызға болады. Яғни бір парақшаны алайық, мегабала деген парақша бар ғой. Мегабала деген жерде, ол жерде балаларға байланысты неше түрлі ойындарды, неше түрлі парақшаларды, мен сіздерге уже жарнама жасап кеттім бір парақшаны, ойындар, неше түрлі бір қызықты, балаға қажетті көп ақпарат таба аласыздар. Яғни сол сияқты адамға пайдасы бар, айналасына жақсы дүние бере алатын, маңдай термен кәдімгідей бір Инстаграмда белгілі бір деңгейге жеткен, жеке бренд болған адамдарды көру арқылы өзіңізге идеялар табыңыз, өзіңіздің планыңызды құруыңызға болады. Оның қандай тақырыптар, өзіңіздің нишаластарыңызды қараңыз, қандай тақырыпты көп қарап жатыр, қайсы актуальны, қандай тақырыпты алып өзіңіз мысалға жазатын болсаңыз, қайсына қызығады деген сияқтыларды қарастыруыңыз қажет. Бірақ андай бір өнер адамдары деген сияқтылар керек емес. Мысалға Ерке Есмахан деген сияқты. Ол Ерке Есмахан, Мейрамбек Беспаев, Қайрат Нұртас дегендер просто так бүйтіп майысып суретке түсе салса да, оның суретіне лайк пен комментарияны жаудырып, ойбай деп неғылатын болады, кешірім өтінем, жаудыратын болады. Сондықтан ондай емес, кәдімгідей өзіне жеке бренд болған кәдімгі адамдарды қарап жасайсыздар. Одан кейін трендтерді зерттеу. Қазіргі таңда неше түрлі трендтер бар, соларды зерттеу арқылы контент план құрауға болады. Бұл бәрі тек қана осы біреуіне ғана байланысты емес, жалпы барлығына қарастыра отыра істейсіздер. И стратегияны анықтауыңыз керек. Осы контент планға дайындық. Одан кейін сквозняк контент деген бар. Сквозняк контент дегеніміз бұл қалай? Яғни Инстаграмыңызда қандай тесіктер, қандай жерлер бар, шығу керек тесіктің барлығынан шығасыздар. Ол дегеніміз пост, сторис, тікелей эфир, IGTV дегендердің барлығы бұл Инстаграмның тесіктері деп алсақ болады. Осының барлығынан шығуыңыз керек. Тек қана пост салып қана қоймауыңыз керек, немесе тек қана сторис қана салып қоймауыңыз керек деген сияқты кәдімгідей өзіңіз стратегия құрып, сол арқылы сіз жұмыс жасауыңыз керек. Пост салдыңыз ба, яғни сториске шығыңыз. Одан кейін барып айына мысалға тікелей эфирге 2-3 рет шығып тұрыңыз. IGTV-ге тек қана пост қана сала бермей, видеоңызды IGTV-ге жүктеңіз, оны мысалға постқа да шығарып қойыңыз деген сияқты 4 жер бар болса, 4 нүкте болатын болса, 4 тесік болатын болса, соның барлығынан шығуыңыз қажет. Енді пост лентасына арналған контент план. Пост лентасына салынатын контент план қандай болады? Ол әртүрлі мақсатта. Комментария, лайк, сақтап алу, репост, сату деген сияқтылар болатын контенттер істеуіңіз керек. Ол мысалға қалай алуға болады? Бір ақпаратты салатын болсаңыз, сіз уже мысалы так, менде понедельник күні менде сақтап алу көп болу керек дейсіз, тогда уже сіз сол сақтауға лайықты пост салуыңыз керек деген сияқты. Одан кейін әртүрлі посттар. Сіз тек қана бір мысалға фудблогерлер күнделікті бір мантыны сала бермейді, немесе күнделікті бір шайын, немесе күнделікті бір ыстық тамақтарды ғана сала бермей, әртүрлі қылып істеу керек. Әртүрлі контентке байланысты жазуыңыз керек, және де әртүрлі эксперимент жасап көруіңіз керек. Одан кейінгісі сторис лентасына контент план. Бұл сторис жариялауға тиімді уақыт
уақыты және де жиілігін білу, мысалы әр адамның парақшасында әртүрлі болады. Мысалға менің парақшамда сторизде ең көп көретін көп көретін уақыт бұл таңертеңгісін сағат 8 бен 10-ның арасында, одан кейін түстен кейін сағат 15:00 мен 18:00 арасында, одан кейін бар уже түнде 22:00 мен 00 арасында менің сторизімді көп көреді. Ал одан осы уақыттың арасында салынып қалған нелер, стористер көп көрінбей қалады. Яғни сіз сториске салған кезінде де оның тиімді уақытын білуіңіз керек, және де оның жиілігін білуіңіз керек. Яғни ол қаншалықты көп болу керек. Мысалға сторис салған кезінде күніне минимально 7 сторис салып тұру керек деп айтамыз. Біз күнделікті 7 сторис салып отырсаңыз, сіз ақпаратыңызды бір қалыпты ұстап отырасыз дейміз. Біз сондықтан күніне 7 сторизден 20 сторис деген сияқты оның жиілігін біліп отыруыңыз керек, және де интерактив элементтерін үнемі қолдану. Бұл дегеніміз бағанағы сторизде бар вопросы, бағанағы опрос жүргізу, викторина деген бар, соларды қолдану арқылы ол өйткені кәдімгідей пайдасын тигізеді. Геолокация қолдану деген сияқты. Ол сторизге жеке мен сіздерге видео жіберетін болам, сол жерден көресіздер қандай нәрселер бар екен, функцияларын есілі білмейтін адамдарыңыз болатын болса, сол видеоны қарап шығуларыңыз керек болады. Одан кейін сериал, неше түрлі сериал түрінде, мысалға кәдімгідей бір видеоны сериал сияқты қылып түсіретін адамдар бар, сонда қылып істеуге болады. Реалити шоу сияқты осы үлгілерді ұстау арқылы сторис лентасын жүргізуіңізге болады. Одан кейін тұрақты айдар. Тұрақты айдар деген көбінесе белгілі бір, мысалға сенбілік сұрақ деген сияқты, сенбілік сұрақтарыңызға жауап беремін, немесе каждый сенбі сайын мен сізге сторизде бір пайдалы ақпарат беремін, каждый мына күні мен сіздерге акция жасайын деген сияқты бір тұрақты өзіңіздің айдарыңыз болу керек. Одан кейін IGTV мен тікелей эфир. IGTV дегенді білетін шығарсыздар, негізі постқа бізде видео салынатын болса 1 минутқа дейін салынады, одан артықтарды саламайсыздар. Салғыларыңыз кеп бара жатса уже карусель қылып жібересіздер. Ал IGTV дегеніміз бұл 10 минутқа дейінгі видеоларды, 1 минуттан 10 минутқа дейінгі видеоларды қабылдайды. Бұл IGTV кәдімгі тоже IGTV-ға видео салып тұрған өте жақсы. Одан кейін тікелей эфир. Бұл жерде алдын ала уақытын белгілеу керек. Мысалға, мына уақытта мен тікелей эфирге шығамын деген сияқты. Одан сценарий керек болады. Бір IGTV-ге бір белгілі бір видео салатын болсаңыз, оны қандай видео саласыз? Ол видео не, мысалы, может видео обзор болуы мүмкін, немесе белгілі бір рецепт болуы мүмкін деген сияқты сценарий керек болады, және де әртүрлі форматта болу керек. Мысалға, тікелей эфирге де қатысты бұл сценариймен сіз алдын ала тікелей эфирге шығар кезінде кәдімгідей сториске жариялайсыз. Мен сағат 20:00-де тікелей эфирге шығамын, тікелей эфирде менімен бірге болыңыздар. Мынандай тақырыпты талқылайтын боламыз. Мысалға, тюрбанды қалай тоқу керек, сол жайлы талқылайтын боламыз деген сияқты айтасыз. Одан кейін сіз 20:00-де тікелей эфирге шығасыз. Сол жерде сіз оқырмандарыңызбен тікелей сөйлесесіз. Яғни ол оқырмандарыңыз сіздің жазған, сіздің бағытыңызға байланысты сұрақтарын қою арқылы сізді көріп тұрып тікелей сіздің жауабыңызды алады. Сондықтан тікелей эфирге шығар кезінде міндетті түрде кәдімгідей сценариймен өзіңіздің айтатын нәрсеңізді білуіңіз керек, және де осы айтқан кезінде өзіңіздің бағытыңызға байланысты сұрақ қойған кезінде соған деп қалмай кәдімгідей жауап бере алатындай өзіңіздің жазып жүрген посттарыңызды, мысалға, бір күн тұрып, мысалы, мен ана мен бала туралы пост жазамын да, менде тікелей эфирге шыққан кезінде сол жайлы сұрақ қойып қалуы мүмкін. Сол кезде мен абдырып деп жауап бере алмай сөйтіп тұратын болсам, тогда ол да дұрыс емес. Сондықтан кәдімгідей дайындықпен тікелей эфирге шығу қажет болады. Өйткені сізді ол оқырманыңыз
түріңізді көріп, сіздің эмоцияңыз қандай екен барлығын көріп тұрғандықтан жақсылап кәдімгідей шығу қажет болады. Енді мен бүйтіп айтты екен деп прям тікелей эфирге шығу, сіз президенттің алдында сөйлеумен тең қылып алып болмай, кәдімгідей ешқандай шынайы болуыңыз керек, еш қиналмай шығуыңыз керек. Бастысы өзіңіздің бағытыңызға байланысты сұрақтарға жауап беруге дайын болуыңыз керек. Одан кейін контент планның үлгісі. Яғни контент планды қалай құрастырамыз деген сияқты ой келіп жатқан шығар уже сіздерге, бастарыңызға. Бұл контент планды құру үшін сіз ең бірінші ол планды апта күндеріне бөліп тастауыңыз керек, одан кейін айға бөліп тастауыңыз керек. Көбінесе негізі айға контент план жасаған жеңіл болады, өйткені сіз уже бір ай бойы не істейтініңіздің барлығын алдын ала жоспарлап қоясыз, немесе кейбір кезде аптаға бөліп отыратындар болады. Кейбір жағдайларда мысалға сіз контент планнан бөлек бір шараларға байланысты, белгілі бір аяқ астынан болған бір қызықты бір нәрселерге байланысты, белгілі бір акцияға байланысты әртүрлі сіз планыңызды өзгертуіңізге болады. Сондықтан күнделікті контент планға тек қана сол контент планмен ғана жүру деген мақсат жоқ, арасында өзгертулер енгізіп тұруыңызға болады. Апта күндермен жасауға да мүмкіндік бар. Одан кейін уақыт. Ол контент планда сізде міндетті түрде уақыт. Постты қай уақытта саласыз, сторизге план жасайтын болсаңыз, сторизді қай уақытта саласыз, қандай нәрсе деген сияқты уақыты болу керек. Және де алаң, яғни бағанағы постқа салатын ба, или сторизге салатын ба, сол сториз контент планы ма, или посттың контент планы ма, соны білуіңіз керек. Оның қай уақытта салынатыны, тақырып мысалға бағанағы балалардың іш қатуы жайлы жазатын болсаңыз, ол постта бола ма, сторизде бола ма, сол алаңын анықтауыңыз керек. Және де стиль, және ол мысалға дүйсенбі күні мен ақпараттық беремін, сенбі күні ойын сауықтық берем, сәрсенбі күні сатылым берем деген сияқты өзінің стильдері бар, қай контент план екені. Одан кейін тақырыбы. Кәдімгідей бағандарға бөлу арқылы жасайсыз бұны. Мысалға мұнай күні, 1 қазан күні менде ақпараттық пост, 1 қазан қай күнге, мысалы вторникке келетін болса 1 қазан вторник деген сияқты, немесе 30 декабрь на күн деген сияқты өзіңіздің қай күні қандай пост, ақпараттық пост па, сатылым пост па, соны анықтайсыз. Және де оны қай уақытта саласыз, 21:00-де ма, 12:00-де саласыз ба, соның барлығын анықталынған болу керек. Және де суреті, ол именно сіз мысалға бағанағы баланың іш кебуіне байланысты пост жазған кезінде сіз айна апарып ол жерге басқа бір сурет қоя алмайсыз. Яғни соған қатысты бір нишаңызға байланысты, тақырыбыңызға байланысты сурет немесе видео болу керек. Соны да анықтап аласыз, немесе алдын ала ойластырып аласыз соны. Одан кейін хэштег, геолокация, сол тақырыбыңызға байланысты қандай хэштегтер қолданасыз. Мысалы бағанағы бала жайлы хэштег болатын, бала жайлы тақырып болатын болса, оған мысалға ана мен бала, немесе родители деген сияқты өзінің бір ауқымды хэштегтерді аласыз. Және де геолокация, ол геолокация в основном көбінесе офлайн магазиндері бар, немесе бір тауарлары бар адамдар, мысалға бағанағы тюрбанды сататын адам болса, ол қай жерде алу керек, соған байланысты геолокацияларды қоюды да жазып қоюыңызға болады. Енді бүгінгі тақырып сіздерге түсінікті болды деп ойлаймын. Жалпы контент план, ол қалай жасалыну керек, контент планға байланысты негізі мен бұл жерде жазып кеткен жоқпын. Негізі Инстаграмда әртүрлі программалар бар, яғни сіздің контентіңіз жазып қойған постыңызды алдын ала жариялайтын, алдын ала емес, уақытында жариялап отыратын, сізсіз жариялайтын программалар, яғни боттар. Сіз мысалға бір күні бір қонаққа барып қалдыңыз, ол жерде отырып сіз пост жазып отырмайсыз ғой, ойбай мен постымды салып жіберейінші деген сияқты. Сол үшін кәдімгі бір программаға өзіңіздің постыңызды бүгін мысалға 21:00-де осы пост салыну керек деп суретімен бәрін дайындап жасап қойсаңыз, сіз отырған кезінде ешқандай да қарамай-ақ ол автоматты түрде сол боттар сіздің постыңызды салып беретін программалар бар. Оны мен жеке сіздерге чатта жіберетін боламын.
ол ақылы түрлері де бар, немесе тегін түрлері де бар, бірақ оның бір минусы бар, өйткені инстаграмға доступ алады, яғни сіз ол жерде логиніңіз бен пароліңізді жазып как инстаграмға кірген сияқты боласыз. Сондықтан ол кішкене не безопасно дейді ғой, қауіпсіз емес, қауіпті. Өйткені доступ алғаннан кейін алдағы уақытта белгілі бір сіздің неңіз блокқа түсіп қалуы мүмкін деген сияқты белгілі бір проблемалар болуы мүмкін. Бірақ енді ондай проблема болды деген адамдарды естіген жоқпын. Қазіргі таңда арнайы инстаграм өзі бір автопостингтер жасап, тәжірибе жасап көріп жатыр. Яғни ешқандай осындай қосымшаларсыз постты өзі уақыты келген кезіне жариялайтын боттарды пайда қылатын алдағы уақытта ойлары бар. Сондықтан ол күнде алыс емес. Контент план жалпы өзіңіз не үшін қажет екенін түсіндіңіз деп ойлаймын. Және де енді біз аккаунт стратегиясын жасауымыз керек. Аккаунт стратегиясы дегеніміз не? Мысал ретінде айтатын болсақ, мен өзім, бұл да планер сияқты ғой, мен бір айға өзім, мен ақпан айында немесе қазан айында 2 марафон өткізем деген сияқты, супер марафон 2 өткізуім керек, және де мынанша эфир өткізуім керек деген сияқты. Бір айға мен стратегия жасаймын. Ол не үшін қажет болады? Өйткені біз өзіміздің әртүрлі нүктелерімізді анықтау үшін, Б, С, Д нүктелері бағанағы айтып отқанымдай қай жерге баратынымызды ұмытпауымыз үшін қажет бұл. Ол жерде сіз кәдімгідей мезгілге байланысты болуы мүмкін, айға байланысты болуы мүмкін. Мысалы, бағанағы белгілі бір сезонға байланысты болатын тауарлар бар ғой, соның барлығын білуіміз үшін, алдын ала оны ұйымдастыруымыз үшін біз стратегия құрып алуымыз қажет. Пост болсын, тікелей эфир болсын, сіздің жалпы осы аккаунтыңызға, осы бағытыңызға байланысты болсын, стратегияны құрып үйренуіміз қажет. Жалпы контент планы түсінікті деп ойлаймын. Алдағы уақытта сіздерге осы тақырыпқа байланысты тапсырма беретін болам. Ол жерде өздеріңіздің бір айға өз контент пландарыңызды құрастыратын боласыздар. Оның үлгісі қандай болу керек екенін тағы да жіберетін болам. Сондықтан іске сәт, алдағы күндері жақсы ниетпен, жақсы көңіл күймен кездесеміз деген үміттемін.